Сәлем достар, таңғы асқа үлпілдек ерекше шығатын панкейки дайындаймыз. Бұл панкейки басқа рецепттерден ерекшелігі дәл осылай үлпілдек және де тойымды болып келеді. Бізге керегі ұн, қант, сүт, 2 жұмыртқа, сары майды алдын ала ерітіп алдым, қопсытқыш. Оның граммдарын описанияда қалдырамын. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды саламыз. Үстінен қантымызды қосып, миксердің көмегімен қантымыз ерігенше араластырамыз. Дәл осылай қанты еріп, өзінің көлемін шамалы ғана үлкейтеді. Сол кезде біз жылы сүтімізді құямыз. Оның үстіне алдын ала ерітілген сары майымызды саламыз. Миксердің көмегімен тағы да араластырып, бір шетке қоя тұрамыз. Ұнымызға қопсытқышымызды, яғни разрыхительді араластырып аламыз. Аз мөлшерден сала отырып, бір массаға жеткенше араластырамыз. Барлығын бірден салып жүрмеңіздер, осылай аз мөлшерден саламыз. Және де айта кететін жайт, ұндарыңызды көп салып қоймаңыздар. Осындай масса болып шығады, шамалы қоюлау. Осы орайда табаларыңыз қыздырып қойыңыздар. Қызып тұрған табамызға пісіріп аламыз. Астына ешқандай май жақпайсыздар. Осындай құрғақ табада пісіреміз. Асты орташа отта болуы керек. Осылай салғаннан кейін шамалы ғана дөңгелек пішінге келтіреміз. Бетінде көпіршіктер пайда бола бастаған кезде екінші бетіне ауыстырып, екінші бетін 1 минуттай пісіріп аламыз. Мінекі достар, таңғы асқа өте дәмді тойымды болып келетін панкейкиларымыз дайын болды. Қалауларынша тосаппен немесе әселмен осылай ұсынсаңыздар болады. Қасына жеміс-жидекті қосуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Арайдың асханасы. Видеом ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода кездескенше астарыңыз дәмді болсын.